Қайырлы күн, қымбатты достар. Сіздермен бірге мен Салтанат Әбдіғали, жанымның жазба нұсқасы хабары. Бізге бүгін қонаққа Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі ақын Әсел Оспан әпке келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Әдеттегідей хабарды өлең оқып бастасақ. Әрине, бастайық. Жалпы қазір көктем мезгілі ғой. Иә. Алдымызда қазақтың дәстүрлі мерекесі, аналар күні бәрі келе жатыр, қатарынан. Сондықтан да көктемнен бастайық. Бұл біздің көктем деген. Бұл біздің көктем, жетсе де кештеу жарқыным. Қара және біздерге даңғыл жол жайды. Алдарге тәтті арманымның артымың. Болмасын күнім, болмайды. Бұл біздің көктем. Басталған жаңа парақтан, үмітті болсын тағымдамына әр атқан, қазал жүректер, қашық жандарда тірілсін, жар болшы бізге жаратқан. Бұл біздің көктем, сездірген нәзік гүлдемін, ғашық боп барам өмірге мынау күн бегін, тағдырдың ғана кінәсі бола салсыншы, өзіңмен күнім біргемін. Бұл біздің көктем, сағына күткен құстарын, кеңістік асып бәулей берсін ұшқанын, жырбақтарын жырладып бірге қайтатын, өзің болышы құштарым. Болмасын дәйім, жалғыздығымның жарымың, көзіме қара, бақытты көргін танығын, қайталанбайтын, қайтара алмайтын ешкімде. Бұл біздің көктем жарығын. Көктемнің лебін сезгендей болдық. Әсел әпке, сіз көбінесе шығыс шайырларын өзіңізге үлгі тұтады екенсіз. Оның қандай да бір себебі бар ма? Қалай айтсам болады? Жалпы әрине өмірде бір кездейсоқ нәрселер болады ғой. Мен алғаш осы бір кітаптарды ақтарып жүріп, шығыс ақындарының ішінен Хавиздің қазалдары деген жыр жинақтарын тауып алдым. Содан әлгі жинақты бірнеше күн оқып шықтым, шыны керек басында түсінбедім, бірақ оқи келе ол жыр жинақ соншалықты менің жүрегіме қатты бір баурап алды десем де болады. Ондағы махаббат, ондағы сүйіспеншілік, ондағы достық, ондағы адамгершілік, ондағы адам бойындағы барлық жақсы қасиеттердің бәрі бар. Былай қарасаң, шығыс шайырлары бізден бұрын бәрін жырлап тастаған ба деп ойлаймын да. Енді соның ішінде бір мысал ретінде мен осы Хафиз туралы айта кетейік. Негізі шығыста ақын көп қой, шайырлар көп. Соның оларды айта берсең, әрине біз тауысып біте алмаймыз. Соның ішінде мен сізге парсы елінен шыққан, парсы ұлтынан шыққан Хафиз, Мұхаммед Хафиз деген шайыр туралы айтайын. Ол жалпы, ол тек қана өзінің елінде ғана емес, парсы тілінде сөйлейтін ұлттардың ішінде ең бір жаңағы мықты бір ақындары болды десек те болады. Ол кісі жалпы 1325 жылы парсы еліндегі Шираз деген қалада өмірге келген. Ол қалай, оның жастық шағы, балалық шағы өте кедейлікпен өтеді. Ол әкесінен ерте айырылғаннан кейін ол жаңағы күнкөріс қамымен наубайханада жұмыс жасайды. Бірақ сол наубайханада жұмыс жасап жүріп, өзінің сол жердегі тапқан табысын тек қана білімге арнайды, оқу білімге арнайды. Соның нәтижесінде Хафиз ол жаңағы сол замандағы ең білімді, ең бір сопылық жаңағы дәстүрді сіңірген, сондай Құранды жатқа білген шайырлардың қатарына жатады. Енді осы сарынмен, осы өлеңнің сарынмен мен бір өлең жазған едім. Соны оқып берейін, рұқсат болса. Біздің дәуір дәруіштің дәуренінен әрірек, шарап ішкен Хафиздің де ғазалынан ауыр еді. Шырағданы шайырдың түн жамылса жанады, қылқаламы айқыш-ұйқыш оятады сананы. Қызыл шарап бойға енсе балқытады жанымды, етеді 62 тамырымды қанымды. Шарап ішіп
қазыл жазсам, ғарып демесі жазғырып, кеудем толы бір беймәлім тазы күдер жаңғырық. Бас тартпаған бұл біз түгілі сонау көне ғасырың, дейін бенді құдайым бере көр деп ақырын. Май қорды да жаратқан, ол да пенде зары көп, қайдан болсын сақидай, ашуланба сабыр ет. Тыңдар құлақ қалқайса, тегін құяр ақылын, ашар меді қос көзін мына әлемнен мақырын. Мұңлық еді бұл хавиз, шері қалың дәл мендей, түн түнекті жарып шыққандай тері сәулемдей. Қоңыраулатқан өмір керуен өтіп тағы барады, дәл хавиздей албырадым бойға шарап тарады. Қас сұлудың меңіне бере салған сыйлығын, Бұқара мен Самарқандты онан өзге қайтігін. Бәрін тастап Ширазыма кетсем бекен Хавизге, мына дүние жарылқайма түсіп кетсем Софизге. Май қоремен түсердей жолдан өзге соқпаққа, ақымағың мұңал жыр ақыныңды тоқтатпа. Қауан толы жүректен сиқыр сөздер төгілер, қолаң шаштың бұрымы ғазал болып өрілер. Айыптай бір қайтейін, жаманатқа басылын, миымыздай төр араласқан ласығым. Тамаша, қаламыңыз жүйрік болсын. Рахмет. Әсел әпке, кейінгі жылдары көптеген республикалық жыр мүшәйраларынан жүлделі орындар алып жүрсіз. Қалай ойлайсыз, осындай сайыстар ақынды шыңдай ма, әлде белгілі бір шеңберге қамап қоя ма? Мүшәйра бұл, былай қарасаң, қазіргі заманда болу керек нәрсе, қалыпты нәрсе. Өйткені кеңестік заман мен қазіргі заманның арасы жер мен көктей ғой. Сондықтан да қазіргі шығармашылықта жүрген, қазіргі жаңағы өлең жазып жүрген, ол тек қана мүшәйра ғана емес, жалпы барлық жаңағы проза жағынан болсын, әртүрлі жағынан жарыстар болып жатыр ғой, жаңағыдай конкурстар болып жатады. Ондай болу керек, ол керек нәрсе. Өйткені аш жалаңаш жақсы жоқ адам Қалай өлең жазады? өмір сүреді. Керек Бап адамға, керек дейсіз ғой. Сондықтан да ақынға ақша да керек, қазіргі заманда қосымша жұмыс та керек, шабыт та керек. Ең бастысы шабыт қой. Керек әрине, ол міндетті түрде деп ойлаймын. Енді ол кейде бір болады ғой. Өзің бір жаныңа жақын бір тақырып болса, ол енді мүшәйра деген әртүрлі өзің бір тақырыптар болады ғой. Сол тақырыптарға бір жаның жақын болып тұрса, мен осы тақырыпты жаза аламын ғой, осы тақырыптан мен бір хабарым бар ғой деген ойым болса, әрине жазуға болады. Оған ешқандай қатыспасқа дейсіз ғой. ешқандай жаман ес жоқ, қатысу керек деп ойлаймын. Аңыз Алла деген өлең жаздыңыз. Осы өлеңнің тарихы қандай? Алла деген кім? Жаратушы ие ме, әлде адам ба? Көптеген оқырмандар осыны түсінбейтін сияқты. Өте жақсы сұрақ. Соңғы кезде осы сұрақты маған көп адамдар қойып та жүр. Мен тіпті олар мен бек ауыз сөзбен әрине түсіндіріп жеткізе алмаймын. Өйткені бұл үлкен тарих. Оны бойлау керек. Мысалы, қазірдің өзінде де мен оны бір аз ғана уақыттың ішінде оны бүткіл тарихын айтып жеткізе алмаймын. Сондықтан қысқа ғана айтайын. Жалпы Алла Ершін деген бұл қазақтың қызы. Тағдыр айтып, оны жаңа 1926 жылы ол өмірге келеді. Қазақстанда ма, осы Харбин қаласында, Қытайдың Харбин деген қаласында өмірге келеді. Сосын сол заманда соғыс жүреді, анау жүреді, мынау жүреді, әртүрлі жағдайлар болады. Сол кезде оның анасы, әкесі қазақ, Қуантқан Ершин, ұмытпасам. Анасы Татьяна деген. Әкесі темір жол саласында істейді. Анасы әнші, опера әншісі болған деймін. Сондай деп естиміз тарихқа қарасақ. Солар өздері жаңа Харбинде әртүрлі төңкерістер болады. Соғыс жүріп жатқан заманда бұлар елден кетуге бел буады. Сол кезде жаңағы әкесі қалып қояды. Анасы мен қызы отырған кеме, әйтеуір жаңағы жағалай
Францияның Париж қаласынан бірақ келіп тоқтайды. Әрине ол жақта ешкім күтіп алатын ешкім болмаған. Алғашқы кезде олар барғаннан кейін көп қиындықтарды бастан өткереді. Содан кейін жаңағы өздерінің нандарын табу үшін әртүрлі жұмыстар жасайды. Анасы әнші болғаннан кейін көбінесе сыртта жүреді, гастрольде жүреді. Ал қыз үйде қалады, өзінің құрбыларымен қалады. Арасында есейе келе қыз арасында өзі кафеде жаңағыдай ыдыс-аяқ жуып жүреді. Сөйтіп жүріп бір күні аяқ астынан ойламаған жерден бұл қыздың қасындағы құрбылары әлгі болады бір манекенщицалар бір дайындайтын бір сондай бір кастинг па бірдеңе өтеді да, сондай жерге барады, қыздың жаңағы құрбысының қасына жай ғана еріп барады. Ол енді қатысайын деген оймен бармайды, жай ғана еріп барады. Сол кезде ойламаған жерден сол жерде адамдардың көзі керісінше Аллаға көз түседі. Өйткені Алланың соншалықты түрі өзгеше, азиатты, қара торы келген, белі 47 мен 49 сантиметрден аспаған екен. Ойлаңыз, сондай бел бола ма қазір? Ондай бел өте арман ғой қазір қыздарға қарасаңыз. Сондай болған екен да. Сол кезде күтпеген жерден Алла сол жерден үлкен бір ұсыныс алады. Сөйтіп ойламаған жерден жаңағы сән әлемінің қожайыны десек болады. Қожайыны Кристиан Диор дейміз ғой. Бізде бар ғой, сумкалары бар, әртүрлі косметикалары бар, Диор деп айтып жатамыз ғой. Сол вот Кристиан Диор оригинал адам, сол кісінің өзінің қарамағында жұмыс жасайды. Сол кісінің дайындаған киімдерін, тіккен киімдерін елге жарнамалап көрсетеді, подиумдарға шығады. Сөйтіп ол былайша айтқанда Диордың музасына айналған адам. Енді сол кісі былай қарасақ, сол тек қана Европада сол заманда ғана танылғанда, кейінге де мына біздің 21 ғасырға келгенде оны былай қарасаң ешкім танымайды. Сосын бізде Қазақстаннан шыққан дипломат, экономист, сондай білімді, білікті үлкен бір ағамыз бар, Берлин Ерешев деген ағамыз бар. Сол кісі өзі Парижде тұрады, сол жақтың азаматы. Сол кісі күтпеген жерден сол неге барады, антикварный магазиндерге барады. Сол жақтан Алланың портретін көріп қалады. Содан басталады. Бұл кісі қазір Берлин ағаның қазіргі насихаттап жүргені, қазіргі айтып жүргені, қазаққа танылса екен, қазақ білсе екен деп айтып жүргені осы Алла елшім болатын. Енді сол Аллаға арнаған бір өлеңді оқып берейін, бола ма? Әрине, сіздің сол сұлу поэзияңыздан тағы бір сыршыл өлең тыңдап, әңгімемізді түйіндейік. Бір мін жоқ, тал бойында арман өлең, ғұмыры аққан сұлу арна менен, әлемнің жарығы бар жанарында шығыстың ару қызы Алла деген. Аймандай, ай астында көркі қандай, күлкісі сыңғырлаған шолпылардай, дүниені дидарымен жалт қаратқан, алма бет ақшамаңдай қалпығандай. Қанатын көктемдегі көлге жайған, ажары аппақ таңдай ертек айнам, Алланың арманының ақ қолары елтиді, еліктейді еркем айға. Алла деген шығыстың дара гүлі, селт еткізген сұлулық саналыны, елес сынды елтіген еркем айға, Европа, Азия аралығы. Көрікті қыз қалқыңды көріп кеттің, інжу маржан тірліктен теріп кеттің, қазақ деген жұртымның жұмбақ қызы, Алла болып аңызға еніп кеттің дейді. Сол Алламыз 1989 жылы Парижде қайтыс болған екен. Рахмет, Әсел әпке. Осы сәтті пайдаланып, өзімде пікірімді айта кеткім келеді, қысқа ғана. Былтыр Керекуге ұшайын деп отырмыз, әуежайда. Уақыт көп болды, маужырап ұйқым келіп отырған. Содан кейін белгілі ғой, енді әлеуметтік желіні ақтарамыз. Жарқ етіп алдымнан сіздің бір жырыңыз шыға келді. Ана өлеңді оқып, шынымды айтсам, ұйқым шайдай ашылып, бір тұнық бұлақтан су ішкендей, құмарым қанбай, ерекше күй кештім.
сол үшін сізге алғыс айтамын. Рахмет. Жазарыңыз таусылмасын, оқырманыңыз ормандай болсын. Ал қадірлі көрермен, келесі хабарда амандықпен жүздескенше.